Қайырлы күн, құрметті ұстаздар мен білім алушылар. Бүгінгі біздің сыбайлас жемқорлыққа қарсымыз тақырыбының аясында таза сессия акциясы атты тәрбие сағатымызды бастауға рұқсат етіңіздер. Бүгінгі біздің тәрбие сағатымыздың мақсаты құқықтық сауаты бар білім алушылар санын көбейту. Сол жат бұл әрекеттің алдын алу жұмыстарын күшейту. Онымен күрес жүргізу болып табылады. Саяси өмірден хабардар және тұлғаны қалыптастыру, білім алушылардың адал жолмен жүруге адалдыққа үйрету. Сыбайлас жемқорлық туралы қысқаша мағлұматтар беру. Өз мемлекетіне бәсекеге қабілеттілігін едәуір төмендететіні, қоғамда демократиялық қайта құруларды жүзеге асыруды шешетіні, елдің халықаралық беделіне көлеңке түсіретіні белгілі. Ең бастысы адамдардың қоғамға деген сеніміне, заң мен әділдікке деген сеніміне, түптен келгенде билікке деген сеніміне кері әсер ететіні анық. Жемқорлықпен күрес бүгінде елімізде мемлекеттің маңызы бар түйткілді мәселеге айналып отырғаны шын. Әрбір азамат өзінің конституциялық құқығын қорғауға міндетті. Другими словами, это можно выразить как подкупаемость и продажность государственных чиновников, должностных лиц. Сегодня взгляды государства и общества на коррупцию в целом считаются весьма разнообразными. Существуют разные мнения о причинах возникновения данного явления. Например, специалисты считают, что причиной коррупции являются они во взяточничестве, как получение должностным лицом, материальных благ за совершение или несовершение, в интересах взятого деятеля действий данного должностного лица. Как бороться с этим вечным злом? Реальная жизнь... Қазіргі таңдағы үлкен мәселенің бірі ол сыбайлас жемқорлық. Бұл келеңсіз жаттардың үдеп бастауы ол ұрпақтың тәрбиесіне зиян келтіруі әбден мүмкін. Ал бұның сыбайлас жемқорлықтың пайда болуы қоғамдағы рухани құндылықтардың құнсызданып, материалдық құндылықтардың алдыңғы сатыға шығуының салдары. Сондықтан біз қоғамымызда жемқорлыққа қарсы күресті азаматтарымыздың жүрегіне рухани ізгіліктер төңкеріс жасау, яғни оның сана-сезімін, сенімін, ішкі жан дүниесінің қозғалуына ықпал етіп, маңызды мәселенің бірі болып саналады және бұл өте халықтың алдындағы жоспарларына өте қауіпті болып саналады. Өйткені қазіргі таңдағы ең үлкен мәселенің бірі ол сыбайлас жемқорлық. Және ол қазіргі кезде үдеп бара жатыр. Халықтың алдыға қойған ең үлкен мақсаттарының бірі осы сыбайлас жемқорлықты жою. Және де біз осыған нақты тоқталсақ та, онда ол біздің ел болашағымызға және де жемқорлыққа қарсы іс-қимыл әрбір азаматтың міндеті. Адал ұрпақ болашақтың кепілі. Жемқорлыққа жол жоқ. Всегда должны надеяться на свои показания. Мы с группой за чистую сессию, так как чистая сессия, дача взятки мешает нашему будущему, также свободе. Знания не давай, мы за чистую сессию. Сессия – качественное образование. Я студентка группы «Первый крок В». Говорю нет коррупции в образовании. сыбайлас жемқорлық қоғам заттарымен жемқорлыққа қарсы. Ертеңіз білімге сенетін заман. Я против взятки за чистую сессию. Берите вершины, а не взятки. жемқорлық індет, оны жою міндет, сенім жоқ дегені маңызды. Ой, молодец. Купленные знания – прямая дорога в пропасть.
Hormat жақсылыққа апармайды. Біз жемқорлыққа қарсымыз. Иә,